Баршаңызға қайырлы күн, менің құрметті оқырмандарым. Мен бүгін сіздермен қазақтың ұлттық тағамы бешбармақ және де нарын тағамының дайындалу жолымен бөліспекшімін. Олай болса, видеоны соңына дейін қараңыздар. Осындай үлкен ыдысқа мұздай суымызды құйып, етімізді салып, бір қайнаған кезде көпіршігін алып, жай отта осылай пісіреміз. Және де мен сәбіздерімізді салып қойдым, пісе берсін деп. Қамырды алдын ала осылай илеп дайындап қойғанмын. Енді сол қамырымызды жаюға кірісеміз. Дәл осындай сап-сары әдемі етіп илеудің жолын мен басқа видеода көрсеткен болатынмын. Сол видеоның ссылкасын төменге описанияға қалдырып қоям. Сол жерден өтіп қарасаңыздар болады. Немесе комментарияға да закрепить етіп қоямын. Дәл осы қамырдың жасалу жолын мен басқа видеоға түсіріп, бөлек салғаннан кейін сіздердің уақыттарыңызды алып, барлығын қайтадан көрсеткім келмеді. Дәл осы видеодағыдай етіп, жақсылап қамырымызды шеттерін ғана баса отырып, қатты салмақ түсірмей, жұп-жұқа етіп жайып аламыз. Бұл бешбармақтың қамыры міндетті түрде жұқа болуы қажет. Жаңағы біздің сәбізіміз шамалы пісуге жақындаған кезде картобымызды саламыз. Екеуін бірге салмайтын себебіміз бізде картоп тез піседі, ал сәбіз сәл кештеу піседі. Одан кейін осы бешбармақтың подливін дайындап қоямын. Яғни оған екі үлкен осындай пияз пайдаланамын және де осындай жұқалап бөліктерге бөліп аламын. Одан кейін осы қайнаған еттің сорпасының бетіндегі осындай шыққан майларын сүзгіден сүзіп, осы пияздың үстіне ыстық күйінше құйып, бөлек қойып қоямын. Яғни мен бұл подливте пиязды қуырмаймын, дәл осылай қалдырамын. Біздің картобымыз да, сәбізіміз де, етіміз де барлығы пісіп дайын тұр. Енді осылай барлығын бөлек алып, ыдысқа салып қоямыз. Және де біз қамырымызды сорпаға салып алмас бұрын етімізді осылай турап дайындап қоямыз. Себебі қазір біз қамырымызды салып алған кезде, етімізді турап жатқан кезде қамырымыз суып қалуы мүмкін. Етімізді турап болғаннан кейін міне қамырымызды салуға кірісеміз. Қайнап тұрған сорпаға осылай қамырымызды саламыз. Қамырларымыз бір-біріне жабысып қалмас үшін осылай араластырып қоямыз. Және де мен қамырды алатын кезде осындай мұздай суды құйып барып аламын. Сол кезде қамырымыз дара-дара болып, әдемі болып алынады. Енді үстіне жаңағы дайындап алған подливкамызды құямыз. Бешбармақты дайындаудағы әдіс бойынша оңтүстік пен солтүстікте аздап айырмашылық бар. Яғни солтүстікте пиязды осылай орташа тірлеу етіп қалдырады, ал оңтүстікте міндетті түрде пиязды қуырып алады. Біздің бешбармағымыз дайын, енді біз нарын, яғни екінші тағамымызды дайындауға кірісеміз. Ол үшін жаңағы бізде етіміз бар, сәбізіміз бар, соларды осылай жаңағы ұзынша, одан кейін төрт бұрышты етіп майдалап тураймыз. Етіміздің барлығын турап болғаннан кейін осындай ыдысқа салып бөлек қойып қоямыз. Одан кейін сәбізді де дәл сондай етіп турауға кірісеміз. Сәбізімізді де дәл солай бөлек ыдысқа қойып қоямыз. Нарының қамыры дәл бешбармақтікіндей етіп, дәл солай жайылып, дәл солай туралып салынады. Тек қана бұл жерде қамырдың ерекшелігі бар. Яғни бешбармақта қамыр жұқалау болу керек болса, ал нарында сәл орташа қалыңдықта жайылуы қажет. Себебі осылай жайған кезде, тураған кезде қамыр қалыңдау болғаны жақсы. Біздің жаңағы салып алған қамырымызды, яғни пісіріп алған қамырымызды осындай
ыдыстардың жиегіне жайып, суын сырғытамыз. Суы әбден сырғыған қамырымызды алып, осындай күнбағыс майын қабаттастырып, кезек-кезек жағып, бір-бірінің үстіне қойып шығамыз. Күнбағыс майын осылай жағып болғаннан кейін де біз қамырды тағы да бір 15-20 минутқа қалдырамыз. Себебі жаңағы жаққан күнбағыс майы әдемі болып қамырға сіңуі қажет. Содан кейін ғана біз осылай орап алып, оны турауға кірісеміз. Тураған кезде екі шетін осы дәл видеодағыдай кезек-кезек кесе отырып тураймыз. Неғұрлым жіңішке етіп кессеңіздер, соғұрлым біздің нарынымыз өте әдемі болып шығады. Міне біз қамырымызды турап алдық. Енді алдын ала турап алған жаңағы сәбізбен етімізді бірге араластыратын боламыз. Және де бұл тағамды егер сіз бірден дастарханға ұсынатын болсаңыз ғана осылай араластыру қажет. Егер сіз алдын ала дайындап қойып, келесі күні мүмкін ұсынуыңыз мүмкін. Егер олай болатын болса, жаңағы сәбіз бен етті араластырмай бөлек қоя тұрған жөн. Себебі сәбіз қосылған кезде бұл тағам тез бөлініп кетуі мүмкін. Нарын тағамы бізде оңтүстікте, әсіресе аузашар кезінде, яғни ораза кезінде жиі жасалады. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.